Трамп Қытайға не үшін барды? Бүгін 14 мамырда Трамп Қытайға барды. Ұшақтан түсе сала алпауыт ақштың атақты президентін емес қатардағы министр не біреу күтіп алды. Бұл Қытайдың ақштан озып, әлемдегі ендігі алпауыт мемлекет өзі екенін мойындатқанын көрсететін месседж еді. Өткенде The Economist журналының мұқабасында жауын қателесіп жатқанда араласпа деген мынандай сарказмды мәнді сан шыққан еді. Бірақ бүгін олар кездесіп жатыр. Бұл кездесу мұнай бағасына, доллардың тағдырына, чип өндірісіне, жасанды интеллектке, тіпті Қазақстан сияқты елдердің болашағына тікелей әсер етуі мүмкін. Бұл сапардан кейін әлем бұрынғыдай қала ма? Әлде біз жаңа геосаяси дәуірдің басталуын көріп отырмыз ба? Бүгін осыны талдаймыз. Әуел арнаға жазылып қойыңыздар. Ендеше кеттік. Бейжің Қытайдың халық жиналыс сарайында әлемдегі ең қауіпті, ең бай, ең күрделі екі державаның басшылары тағы да бетпе-бет отырды. Бір жағында Дональд Трамп, Америка президенті, сауданы қысым құралы ретінде қолданатын, келіссөзді шахмат емес, покер сияқты ойнайтын саясаткер. Екінші жағында Си Цзиньпин, Қытай басшысы, асықпайтын, ұзақ ойлайтын, әр сөзін стратегиялық сигналға айналдыратын лидер. Сырттай қарағанда бәрі салтанатты көрінді. Қызыл кілем, ресми қабылдау, әскери құрмет, мемлекеттік банкет. Бірақ бұл сапардың артында жай дипломатиялық жылы жүздесу емес, үлкен геосаяси есеп жатыр. Себебі Трамптың Қытайға дәл қазір баруы кездейсоқтық емес. Әлем бір уақытта бірнеше майданда шайқалып тұр. Иран соғысы таяу шығысты тұрақсыздандырды. Мұнай бағасы мен Ормұз бұғазының қауіпсіздігі әлем экономикасына қысым түсіріп тұр. Украина соғысы әлі халықаралық тәртіптің жарасын ашып жатыр. Тайвань мәселесі ақш пен Қытай арасындағы ең қауіпті жарылғыш нүкте болып қалды. Ал жасанды интеллект пен чиптер үшін күрес енді жай ғана технологиялық жарыс емес, болашақ билік үшін күреске айналды. Міне, Трамп Бейжіңге дәл осындай уақытта келді. Ресми тілмен айтқанда бұл ақш пен Қытай қарым-қатынасын тұрақтандыру сапары. Бірақ шын мәнінде бұл кездесудің астарында бір сұрақ жатыр. Америка мен Қытай бір-бірімен соғыспай бәсекелесе ала ма? Кездесу 2 сағаттан астам уақытқа созылды. AP және ABC деректеріне қарағанда тараптар сауда, Тайвань және екі ел арасындағы басқа да қайшылықтарды талқылады. ABC бұны 3T деп атады, яғни Trade, Tehran, Тайвань, яғни сауда, Техран және Тайвань деп сипаттады. Си Цзиньпиннің ең қатты ескертуі Тайвань туралы болды. Қытай басшысы Трампқа Тайвань мәселесі дұрыс басқарылмаса, ақш пен Қытай арасында қақтығысқа дейін апаратын жағдай тууы мүмкін екенін ескертті. Бұл сөз жай ғана дипломатиялық тіркес емес, бұл Бейжіңнің қызыл сызығы. Reuters, Guardian, Washington Post және Bloomberg те осы ескертуді сапардың ең маңызды саяси сигналы ретінде беріп отыр. Қытайдың ойы анық. Саудада келісуге болады, технологияда саудаласуға болады. Бірақ Тайвань саудаға салынатын мәселе емес. Ал Трамптың есебі басқа. Ол Қытайдан 3 нәрсе алғысы келеді. Біріншісі саудада жеңілдік. Екіншісі Иран мәселесінде Қытайдың ықпалын пайдалану. Үшіншісі америкалық бизнеске Қытай нарығын қайтадан ашу. Сондықтан бұл сапарда Трамп жалғыз келген жоқ. Оның артында америкалық корпорациялардың көлеңкесі тұр. Financial Times пен басқа деректерге қарағанда Си Цзиньпин Бейжіңде америкалық ірі бизнес өкілдерімен, соның ішінде Tesla, Nvidia және Apple басшыларымен кездесіп, Қытай нарығы одан әрі ашыла түсетінін айтты. Бұл инвесторларға арналған үлкен сигнал. Яғни бұл жерде саясат пен бизнес бір дастарханның басында отыр. Apple үшін Қытай өндіріс пен нарық. Tesla үшін Қытай зауыт пен тұтынушы. Nvidia үшін Қытай жасанды интеллект дәуіріндегі ең үлкен сұраныс көздерінің бірі. Бірақ Вашингтон Қытайға чип сатуды шектейді. Ал Бейжің сирек жер металдарын қысым құралы ретінде қолданады. Ал сирек жер металдары дегеніміз смартфоннан бастап электромобильге, әскери технологияға дейін қажет стратегиялық ресурс. The Guardian талдауында Қытайдың сирек жер металдары бойынша шектеулері ақш өндірістік тізбегіне нақты қысым түсіргені айтылды. Демек, бұл кездесу жай ғана Трамп Симен кездесті деген жаңалық емес.
Бұл жаңа әлемдік тәртіптің репетициясы. Трамп демекші, оның планетадағы басты адамға айналу жолы, балалық шағынан бастап бизнестегі жетістіктері мен жындылықтары жайында қазақ интернет сегментінде бұрын жасалмаған 45 минуттық керемет контент жасадық. Қажет арнамызға кіріп көріңіздер. Әлем Трампты неге жек көреді, ал америкалықтар оны неге сүйетінін түсінетін боласыздар. Шын айтам, өкінбейсіз, көріңіз. Бұл жаңалық жай ғана саяси емес, Уолл-стрит пен жалпы қор нарығында да үлкен шу туғызып жатыр, көп эксперттерді қуантып жатыр. Енді баға көтеріледі, көп ақша көтеруге болады деп жатыр. Дәл осындай инвестиция мен акцияны сонымен қатар трейдингті біз қажет қосымшасына анау Америкада жатқан Жалын мырзамен керемет подкаст жасадық. Мәнді де мағыналы, сапалы және түсінікті қылып арнайы сіздер үшін курс жасадық. Қажет қосымшасын жүктеп алыңыз, бар болғаны 10 мың теңге төлеп, жыл бойы басқа курстармен қосып барлығын көре аласыздар. Біздің қажет қосымшасы ақшаны көбейту, жоқ дегенде үнемдеудің барлық қыр-сырларын үйретіп, пайдалы біліммен бөліседі. Толығырақ ақпарат төменде. Сонымен, Америка Қытайды тоқтатқысы келеді. Қытай Американың қысымын азайтқысы келеді. Екеуі де бір-бірін қажет етеді, екеуі де бір-бірінен қорқады. Екеуі де бір-бірін жеңгісі келеді. Бірақ екеуі де ашық соғыстың бағасын жақсы түсінеді. Сондықтан да Ши Цзиньпин бұл кездесуде ақш пен Қытай қатынасына жаңа позиция керек екенін айтты. Reuters агенттігі мұны екі елдің қарым-қатынасын басқарылатын бәсеке және стратегиялық тұрақтылық арнасына түсіру әрекеті деп сипаттады. Бірақ мәселе мынада, әдемі сөздер геосаяси шындықты өзгерте ала ма? Трамп Сиді дос деп атады. Екі елдің керемет болашағы бар деді. Бірақ саясатта жылы сөз көбіне камера үшін, ел үшін айтылады. Ал жабық есік артында әр тарап өз мүддесін қорғайды. ABC-дің дерегінше екі басшының алғашқы көрінісі тұрақтылық пен жылу қарым-қатынасты көрсетуге бағытталғанымен, негізгі дау тақырыптар сауда, Тегеран және Тайвань мәселесі сол күйі үстелде қалды. Бұл сапардан бірден үлкен тарихи келісім күту өте қиын қазір. Бірақ оның маңызы басқа жерде. Біріншіден, Трамп Қытаймен толық ажырасу мүмкін емес екенін мойындап отыр. Екіншіден, Си Америкамен текетіресті бақылаудан шығарып алмауға барынша тырысып отыр. Ал үшіншіден, әлемдегі ең ірі екі экономика бір-бірімен сөйлеспесе, бүкіл әлем зардап шегетінін екеуі де түсінеді. Ал біздің Қазақстан үшінде бұл кездесу алыс оқиға емес. ақш пен Қытай арасындағы сауда соғысы күшейсе, әлемдік нарық құбылады. Мұнай бағасы өзгереді, логистика өзгереді, технология бағасы өзгереді. Инвестиция ағымы да өзгереді. Орталық Азияның стратегиялық маңызы артады. Себебі, үлкен державалар шайқасқанда картадағы біз сияқты орта мемлекеттер жай ғана көрермен болып қала бермейді. Олар не дәлізге айналады, немесе буферге айналады, не жаңа ойын алаңына айналады. Сондықтан Трамптың Қытайға сапары бір күндік қана жаңалық емес. Бұл 21 ғасырдағы басты сұрақтың жалғасы. Әлемді кім басқарады? Ескі Америка ма, көтеріліп келе жатқан Қытай ма? Әлде екеуінің арасындағы қауіпті тепе-теңдік пе? Қазір Бейжіңде қызыл кілем төселіп жатыр. Бірақ сол кілемнің астында Тайвань, Иран, чиптер, мұнай, доллар, жасанды интеллект және жаңа әлемдік тәртіп жатыр. Ал ең қызығы, бұл кездесуде ешкім жеңілгенін көрсетпейді. Трамп өзін келісім әкелген президент ретінде көрсеткісі келеді. Ал Ши Цзиньпин өзін Американы тең сөйлесуге мәжбүр еткен лидер ретінде көрсеткісі келеді. Бірақ шынайы нәтиже бүгінгі қол алысудан емес, ертеңгі әрекеттен көрінеді. Тайванда не болады? Шип шектеулер жұмсара ма? Қытай америкалық бизнеске шынымен де ашыла ма? Иран мәселесінде Бейжің Вашингтонға көмектесе ме, жоқ па? Міне, осы сұрақтардың жауабы Трамптың Қытайға сапары тарихи бетбұрыс болды ма, әлде кезекті дипломатиялық спектакль болды ма, соны көрсетеді. Әзірге бір нәрсе анық. Бейжіңдегі бұл кездесу әлемнің болашағы бір ғана соғыста емес, бір ғана сайлауда да емес. Дәл осындай жабық есік астындағы келіссөздерде шешіліп жатқанын тағы бір рет
көрсетті. Ал біз оны бақылауға міндеттіміз. Себебі бұл тек қана ақш пен Қытайдың ойын емес. Бұл бәріміз өмір сүретін әлемнің келесі нұсқасы. Ал ардақты ағайын, геосаяси талдауды тамашалайтын сіздей адамдар анау-мынау емес, өресі биік, санасы сергек екені анық. Алайда арнаға жазылып қойсаңыздар, қатарымыз көбейіп, саяси сауатты қазақтар күш болар едік. Видео ұнаса лайк басыңыз, тұлға ретінде өз пікіріңізді жазыңыз. Келесіде не туралы айтайын? Жазыңыз.